Баршаңызға сәлем. Бүгін біз құмырсқаның илеуін жасайтын боламыз. Яғни муравейник. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Бізге керегі ұн, оған шым-шым тұз, жұмыртқаны салып, кішкене илеп аламыз. Одан соң дайындап қойған сары майымызды салып, тағы да илейміз. Сары майымыз бен ұнымызды жақсылап біріктіреміз. Міне, қамырымыз дайын болды, өте жұмсақ болып шығады. Осындай болып шығу керек. Енді осыны бөліктерге бөліп, целлофанға салып, тоңазытқышқа 30 минутқа қойып қоямыз. Сәл кішкене қатың қырау керек. Міне тоңазытқыштан алып шықтым. Үйлеріңізде терка болса, сол теркамен немесе ет тартқышпен тартып алуға болады. Үстіп өткізіп шығамыз. Мінеки 4-5 бөлікті біз теркадан өткіздік. Енді осыны духовкада пісіріп аламыз. Мінеки пісті. Осыны бір ыдысымызға салып алып, жақсылап үгітіп шығамыз, сақтап. Тез үгітіледі. Міне үгітіп шықтық. Енді үстіне кремін құямыз. Креміне вареная сгущенка. Одан соң кішкене сгущенка қосамыз. Араластырдық. Қою болғандықтан тағы да 6%-тік сүт құйдым. Сол кезде қатты қою да емес, қатты сұйық та емес, жақсы бір масса шығады. Араласуға тез болады және де. Дайындап қойған кремімізді құйып, жақсылап араластырамыз енді. Міне дайын болды. Енді мен форма алдым. Кішкентай стаканмен соның ішіне салып форма жасайтын боламыз. Осылай тығыздап саламыз. Одан соң төңкереміз. Міне әдемі болып шығады. Үстіп барлығын сөйтіп шығамыз. Одан соң қағаз формамызға жай ғана сала салуымызға болады. Бұлай да әдемі болады. Одан соң үстерін әдемілейміз. Міне салып шықтық. Кунжут пен мак алдым. Қалағандарыңызды себесіздер. Әдемі болу үшін үстеріне септім мен.
басқаларына мен шоколадты ерітіп, соны беттеріне жаңағы әдемілеп құйып шығамын. Өте әдемі көрінеді. Өйстіп жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, өте әдемі болып шығады. Дастарханның көркін келтіреді. Жасап көріңіздер. Маған жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Көргендеріңізге рахмет.